Барлықтарыңызға сәлем оқушылар, сендермен байланыста инфология курсы және де мен Ілияс ағай бүгін сендерге информатикадан ұбт-да жиі келетін 50 сұрақты талдап беретін боламын. Кеттік, бұл сұрақтар нағыз ұбт, қаңтар, наурыз ұбт-ларда келіп жатады. Осындай типтегі сұрақтар келіп жатады. Ең алдымен оқушылар, осындай ұбт-ға дайындық үшін сендерге мен инфология курсының информатика ұбт нұсқа жиынтығын кеңес беремін. Бұл жерде 25 нұсқадан 1000 сұрақтан тұрады. Каспиға осылай іздейтін болсаңдар, бар жоғы 7000 теңгеге осы кітапты тегін доставкамен ала аласыңдар. Бұл кітапты алу үшін төмендегі сілтемеден өтсеңдер болды. Кеттік, онда оқушылар, ең алдымен сұрақ сыртқы жады дейді. Бізде жадтың екі түрі бар, ішкі және сыртқы жад. Бізде RAM, ROM және де кэш, бұл бізде ішкі жадтың түрлері болып табылады. HDD, яғни қатқыл диск, бұл біздегі сыртқы жады болып табылады. Кеттік, екінші сұрақ. Не дейді? Берілген формулада қанша ақиқат мән болады дейді. Мынандай бізде логикалық операциялар арқылы формула берілген екен. Бұны қанша ақиқат мәні табу үшін, мүмкін мәндерін табу үшін бізге ақиқат кестесін құру қажет. Ақиқат кестесі мәндерін 4 қатарда 4 түрлі қылып толтырамыз. 1, 1, 0, 0 и дальше. Ең алдымен жақшылардың ішін орындаймыз. Яғни бірінші жақшаның ішін орындайық. А дизъюнкция В. Екеуінің қосындысы 1 мен 1-дің қосындысы 1. Ақиқат пен ақиқат. Ақиқат пен жалғанның қосындысы ақиқат және де жалған мен жалғанның қосындысы жалған болып табылады. А және В сандарының конъюнкциясы. Екеуін көбейтсек, логикалық көбейту ете, конъюнкция дегеніміз 1 мен 1-дің көбейтіндісі 1. Мына жерде бір жалған тұрғандықтан барлығы жалған болып кетеді. Енді келесі осы А және В пікірлерінің көбейтіндісін, яғни конъюнкциясын теріс түсуіміз қажет. Яғни 1-ді терістесек ол 0, 0 терістесек 1, 0 терістесек 1, 1. Және де келесі осы барлық шыққан үшінші қатар менен бесінші қатар екеуін бірге арасында не тұр? Бізде конъюнкция амалы тұр. Осы конъюнкция амалын орындауымыз қажет. А дизъюнкция В, конъюнкция теріселген А конъюнкция В. Яғни үшінші және бесінші қатарды көбейтеміз. 1 мен 0-дің көбейтіндісі 0, 1 мен 1-дің көбейтіндісі 1, 1 мен 1-дің көбейтіндісі 1, 0 мен 1-дің көбейтіндісі 0. Бізде қанша ақиқат мән бар? 2 ақиқат мән бар. Қайсы вариант дұрыс болады? В варианты менде дұрыс болады. Кеттік оқушылар. Көлік пен логистиканы цифрландыру қай бағыттың міндеті? Бізде 11-ші сынып кітаптар осы жылы информатика ұбт-ға қосылса, осы жерде цифрлы Қазақстан деген тақырып бар. Сол тақырыптағы цифрландырудың бағыттары бар еді. Көлік пен логистика қандай бағытқа кіретін еді? Көлік пен логистика бізде экономика салаларын цифрландыруға кіреді. Яғни бізде логистиканың бар, логистикасыз экономика тоқтайды. Сондықтан осылай. Кеттік. Бұл бізде CSS тақырыбындағы, веб жобалаудағы border style деген бар. Яғни шекараның, border деген шекара. Соның стилін анықтау. Бұл жерде берілген суреттегі шекара түрі дейді. Мынандай шекара келетін болса, бұл бізде оқушылар dotted деген шекара болып табылады. Суретін жақсылап, яғни нүктелер арқылы салынады. Енді басқада 4 негізгі шекара бар. Solid бар. Solid деген сол тұтас шекара. Просто сызықпен обычный шекара. Dashed дегеніміз ол бізде үзік сызықтар арқылы, сызық болады. Ал доттеттен қандай айырмашылығы бар? Доттет ол нүктелер арқылы болса, мына үзік сызықтар арқылы, бір дефистер арқылы салынғандай. Double дегеніміз ол бізде 2 solid деп жаттап алсаңдар болады. 2 тұтас сызықтан, яғни сызық тұрады, оның сыртына тағы екінші сызығы тұрады. Міне, былайынан, міне. Осындай бізде 4 негізгі шекара түрі бар. Олардың атаулары бізде былайынан беріледі. Шекаралар нүктелі сызықпен дейтін болса, оқушылар dashed деп жаттайсыңдар. Dotted ол нүктелі сызық деп аталмайды. Ол жерде жай ғана нүкте арқылы салынған шекара деп аталады. Нүкте. Енді бұны қалай жаттап алуға болады? Жалпы dot дегенді ағылшыншадан аударған кезде нүкте деген сөзді береді. Осы сөз жаттап алсаңдар болды. Dot дегеніміз ол нүкте. Значит, dotted дегеніміз сол нүктелер арқылы салынған. Dashed ол нүктелі сызық. Осымен шатастырып алмаймыз. Сызық деген сөзі бар. Solid дегеніміз бұл бізде тұтас сызық. Double дегеніміз тұтас екі сызық. Тұтас екі сызық. Все, оңай. Бұл атаулары, Енді келесі логикалық пікірлер берілген X және Y деген ішінде бізде программалық және аппараттық жасақтамаларға байланысты теориялар берілген екен. X
не дейді пікірі, x пікірі айтады. Тінтуір бізде шығару құрылғысы. Тінтуір дегеніміз мышкамыз бізде шығару құрылғысы ма? Жоқ. Мышкамызбен біз клик басамыз, бір ауқымды белгілейміз, бұл жерде енгізіп жатырмыз. Бір ауқымды көрсетеміз, бір іс-әрекеттерді басамыз, яғни бұл жерде енгізу құрылғысы болғандықтан бұл жалған x пікірі. Y пікірі Python аспаптық жасақтама дейді. Программалық жасақтаманың негізгі үш түрі бар еді. Жүйелі, қолданбалы, инструменталдық, немесе оның екінші атауы аспаптық деп аталатын. Жүйелге бізде операциялық жүйелер кірсе, қолданбалыға бізде белгілі бір мәселені шешетін программалар кірсе, мысалға Excel, Word, ал мына инструменталдық немесе аспаптық жасақтамаға программалау тілдері немесе программалау орталары кіретін. Ал бізде Python программалау тілі ма? Я, программалау тілі. Сондықтан Y-ті мәні менде бір болады. Қайсы вариант дұрыс болады екен? С варианты дұрыс болады екен. Кеттік оқушылар. 7-ші сұрақ. JavaScript-те түсіндірме дегеніміз ол бізде комментарий. Біз кодтардың арасында комментарий жазғымыз келсе, мына С вариантындағыдай жазамыз, осы ортасына текст жазамыз. Мысалға, Pythonда комментарий жазу үшін біз осыны қолданатын қой. Яғни бір қатарлы комментарий. Ал былайынан біз қай жақта жазатын едік? CSS-да комментарий жазатын едік. Келесі. Реляциялық деректер қорын басқаруға арналған бағдарлама дейді. Яғни бізде реляциялық дегеніміз ол кестелер арқылы құрылған деректер базасы. Біз әртүрлі кестелердің арасында байланыстар орнатып, оның ішіне деректерді енгізу, жоюмен айналысатын. Бұл бізде басқару жүйесі бағдарламалар еді. Бұл жерде MySQL, біз SQL деген тіл арқылы осы деректер базасын басқаратын еттік. Келесі. Unicode-та кодтауға болатын символдардың саны дейді. Жалпы Unicode-та қанша символ бар еді? 65536 символ бар еді. Бұл барлық алфавиттегі символдардың саны. Бұл Hartley формуласы болса 2-ның бір дәрежесіне теңеді. 65536 2-ның қанша дәрежесі? 2-ның 16 дәрежесі. Значит, қайсы вариант дұрыс болады? В вариант дұрыс болады. Unicode-та біз әртүрлі тілдер, араб болсын, Қытай, латын, кириллица барлығы бар. Одан бөлек ол жерде ғылыми нелер бар, знактар бар, белгілер бар, сандар, символдардың барлығы қамтылған. Және одан өте бір 250 есе аз символды қамтитын 2-ның 8 дәрежесіне, яғни 256 символ бар. Ол ASCII дейтін алфавит деп бар еді. Кеттік. Кесте шекарасын көрсету үшін қолданылатын атрибут дейді. Бізде веб-бет болса, мысалға веб-беттің ішіне біз мынандай кесте енгізуге, ішіне бір деректерді қосамыз да. Допустим, былайынан 4 бағаны бар, одан кейін 4 қатары бар да. Кестеміз бар. Осы кестедегі бізде қарасақ, араларында шекаралар бар. Ұяшықтардың арасында сыртқы шекаралар бар. Яғни олар мүмкін мынандай жіңішке болады, мүмкін қалыңдау болады, немесе одан да қалың болады деген секілді ғой. Яғни оны біз қалыңдығын өзіміз таңдай аламыз, қандай атрибут арқылы? В вариантындағы border арқылы. Яғни бордердің ішіне мен жазам. Border тен 1 деп жазатын болсам, ол өте жұқа болып шығады. Немесе тен 5 дейтін болсам, ол уже қалың болып шығады. Міне. Екеуінің разницасы түсінікті деп ойлаймын. Яғни шекараның қалыңдығын көрсету үшін. Енді оқушылар, қаңтар ұбт-да міне уже басталды. Бұйырса 4 айдың ішінде уже нағыз ұбт басталады. Осы 4 айдың ішінде ұбт-ға дайындалуларың келсе, сендерге ең нәтижелі инфология курсын кеңес беремін. Стандарт, премиум және VIP комбо деген пакеттер бар. Толық ақпаратпен осы пакеттердегі ақпаратты толық білу үшін төмендегі сілтемеге өтіп, менеджерлерге жазсаңдар жеткілікті. Кет, бізде 11-ші сұрақ бізде Python почти каждый нұсқада келеді. Бізде не дейді? Мынандай код берілген кодқа 17 сан енгізгенде шығатын нәтиже табайық. Бізде қай жерге енгіземіз? N-ның мәні int input деп тұр. Яғни сан дерек типінде қабылдап болады, сан форматында. While true дейді. Бізде while ол шартты цикл, шарт орындалғанда, яғни ақиқат болғанда ғана орындалады. Бұл жерде ақиқат болып тұр ма? Я, значит орындалады. Келесі кеттік. If n дейді. Мына жаққа жазайын. N-ның орнында 17 деген сан тұр. Процент дегеніміз не? Бұл қалдығын табатын. Яғни бір санға бөлгенде қалдығы. Жақшан ашам. 17 2 бөлік. Ол дегеніміз ол бүтін бөлігін. 10-ға бөлгенде бүтін бөлігін табады. Қосылған 17% 10. Тең емес 0-ге. Тең емес 0-ге. Окей. Есептейміз. 17%. 17%. Оның ішіне не бар? 17-ні 10-ға бөлгендегі бүтін бөлік қанша? 1. Қосылған 17-ні 10-ға бөлгенде қалдығы қанша? 7. Тең емес қаншаға? 0-ге. 17% 1-ге 7-ні қоса қанша? 8. Тең емес 0-ге. Все. 17-ні 8-ге бөлгенде қалдығы қанша? 17-ні 8-ге бөлгенде қалдығы ол бізде 1.
бір қалдық болса, бір нөлге тең емес па? Я, значит, бұл дұрыс. Значит, мына жерде str n дегенге менде 17-ні мәтіндік директивіне шығады, алдына 2 тырнақшаны қосады, одан кейін мықты сан дегенді қосады екенде, қайсы вариант дұрыс болады? Д варианты менде дұрыс болады. 17 бізде мықты сан болып шықты. Келесі сұрақ, дәл осы кодқа байланысты берілген код бұл қандай программа түрі деп тұр. While да мен айтып кеттім. Бұл бізде шартты цикл. Қайсы вариант дұрыс болады? А вариант дұрыс болады. Циклдың жалпы екеуі бар еді. Шартты цикл, яғни орындалу саны белгісіз, және де орындалу саны белгілі арифметикалық цикл деп атайтын едік. Ол бізде қандай цикл еді? For цикл еді. For циклы. Яғни бұл жерде параметрлерін беретін едік. While'да біз шарт береміз. Және де бізде функция және процедура бар. Осыны көп оқушы шатастырып жатады. Оқушылар қараңдар. Функция дегеніміз ол жерде def бар. def арқылы жазылады. Және де оның ішінде return қарастырылған оқушылар. Return бар. Return деген сөзі кездессе ол функция. Егер def бар да, дәл функция секілді def атауы, параметрлері бар, оған берілген аргументтері бар. Бірақ ол жерде return жоқ болатын болса, онда ол не деп аталады? Менде процедура деп аталады. Return жоқ болатын болса. Келесі сұрақ. Python'да шарт операторы. Шарт дегеніміз не? Біз мысалға if арқылы тармақталған алгоритмда шарттар қоятын едік. Мысалға a үлкен болсын 5-тен, онда былай жаса, немесе a тең болсын 10-ға, немесе a кіші, немесе тең болсын 7-ден деген секілді. Мына жердегі үлкен, тең ба, кіші немесе тең, бұның барлығы шартты салыстыру операторлары. Ал мынау тең ол меншіктеу оператор, ол жатпайды. Қосу, мынау бөлу ол арифметикалық операторлар, мына д варианты ол менде шартты оператор болып табылады. Кеттік. Яғни салыстырады бір-бірін, мынау үлкен ба, анау үлкен ба дегенде. Python'дағы str функциясының қызметі. Str дегеніміз жалпы string деген директив типінен шыққан. String дегеніміз не? String дегеніміз ол біздегі мәтіндік директиві. Егер мысалға a деген айнымал болсын, оның мәні 7 болсын. Бұл айнымалының типі қандай директивте тұр? Сандық директивте тұр. Сан. Енді мен b деген айнымалға осы a-ның мәтін директивіндегі мәнін алғым келсеші. Бұның мәні str a-ға тең болады. Яғни бұның мәні сол кезде қаншаға тең болды? Мәтіндік 7-ге тең болды. Яғни str біздегі санды мәтінге айналдырды. Қайсы вариант дұрыс болады? В варианты менде дұрыс болады. Келесі. Бізде программадағы 7-ші жолдың нәтижесін табыңдар дейді. Бізде мынандай файлдармен жұмысқа арналған берілген екен код. Осы жерден абай. Бізде не дейді? With open дейді. Text деген файлды бізде W режимді ашқан. W дегеніміз бізде write. Яғни жаңадан жазуға арналады. Яғни файлдың ішіндегі барлық жазылғандар өшіп кетеді. Жаңадан пустой жазылады. F деген айнымалға сақтап қойыпты. Осы текст дейді. Яғни F деген файлға жаңағы мен бүгін ұбт жақсы тапсырдым деген текст жазылыпты. Бұйырса сендер жақсы тапсырып кетулеріңге тілектеспін. Кеттік, осыны сөз жазылған. Одан кейін ол файлды ашқан, оқу режимді ашқан екен. Окей. Бізде print арқылы оның алғашқы 3 символын оқы дейді. Оқы, бірақ мына жерде 3 деп қойған ғой. Жақшаның ішіне берілгені ол 3 байтты оқы дегенді білдіреді. Бірақ бізде Python'да әрбір байтты ASCII-мен қарап, әрбір бір байтты бір символға теңестіре оқиды. Яғни 3 символды оқитын болса, ол M, E, N-ді оқиды. Одан кейін бізде стрелка файлда оқығандықтан қай жерге дейін оқыды, стрелка сол жерде қалып кетеді. Мен де оқып бітті ма, N-ның сонда стрелка тұрады. Себебі кейіннен оқитын болса, сол жерден бастап жалғасады. Read дегенде мен дегенді оқыды, соны бізде баспаға шығарады. Бізге 7-ші қатар табу керек. Readline 6 дейді. Readline 6 дегеніміз ол уже басынан бастап оқымайды. Ол да 6 символ оқиды. 6 символ оқиды себебі ішінде 6 деп тұр. Бірақ ол меннен кейін тоқтап қалды ғой стрелка. Сол жерден бастап жалғасады. Қараңыздар. Мына бір пробел біреу, одан кейін B, 2, U, J, I, N. Болды. 6 символ оқыды. Значит, пробелі бар, одан кейін бар бүгін деген сөзді оқиды. Нәтижесі міне осы. Қайсы вариантта дұрыс тұр? С вариантында дұрыс тұр. Одан бөлек бізде файлдарда seek функциясының қызметі дейді. Осындай функциялар қолданылады. Seek функциясының негізгі қызметі ағымдағы позицияны өзгертеді. Мысалға, мына жерді көрсетейін. 6-шы кодта біз мен дегенді оқып болғаннан кейін стрелка меннен кейінгі позицияға тұрды. Ныдан кейінгі позицияға. Мен осыдан кейін жазсам болады. f.seek 0 дейтін болсам, позиция 3-те тұрмайды. Ол бастапқы позиция қайтадан түседі. Немесе seekті 10 десем болады,
жүз десем болады, ол символдардың санына байланысты. Яғни мен стрелканы сол жаққа қарай апарып қоямын. Және де ағымдағы позицияны көрсететін функция бар, ол бізде tell деп аталады. Tell қалай қолданылады? Мысалға мен дегенді оқып болғаннан кейін f.tell деп жазатын болсам, f.tell ол маған 3 деп қайтарып береді. Себебі мен 3 символды оқыдым ғой. Міне осыны көрсетер еді. Келесі. Так, бізде Excel берілген сыбыр яшығына осындай формасын D3 яшығына көшіргенде қалай түрленеді дейді. Яғни қараңыздар. Бізде жалпы баған Excel қалай белгіленеді? Бізде Excel былай ғой. A, V, C, D, E, F деген секілді бағандар кете береді. Қатарларша. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші, төртінші деген секілді осындай қатарлар, иә. Окей, бұл Excel-ге байланысты көрген шығарсыздар деп ойлаймын. Енді қараймыз. Біздегі формула қалай өзгеріп жатыр? Біздегі негізгі яшықтар C1 яшығынан менде қайда қарай өзгеріп жатыр? D3 яшығына қарай өзгеріп жатыр. Бұл жерде не өзгеруі мүмкін? Бұл жерде екі негізгі нәрсе өзгеруі мүмкін. Баған өзгеруі мүмкін, немесе қатар өзгеруі мүмкін. Қатар өзгеруі мүмкін. Яғни бұның өзгерісін анықтау үшін мен басқа түспен көрсетейік. Қараймыз. C деген бағаннан қалай өзгеріп кетті? D деген бағанға өзгеріп кетті. Яғни қараймыз. C-дан D-ға қарай, 10-ға қарай плюс 1 жүрді. Солға қарай жүрсем минус деп атыр. 10-ға қарай жүргендіктен, яғни мен формуламдағы барлық бағанды 10-ға қарай бір қадамға жылжытам дегенді білдіреді. Бірінші қатардан үшінші қатарға қарай ауысты. Яғни не өзгерді? Бірінші қатардан 3-ке қарай. Плюс 2 болды, төменге қарай түсті. Яғни мен мына формулам бар ғой, қазір A2, V1 деген. Оның барлығында қатарларына плюс 2 қосқам. Егер доллар знак тұрмаса, яғни қатарына плюс 2. Енді осы формуланы қолданам. Осы формуланы қолданып, мынаны жазайық. A2 қосылған V1 көбейтілген доллар A, доллар 1. Енді осы формуланың өзгерісін мына жерге жазуым керек. Қалай өзгереді? Қызыл ручкамен жазам. Тен A деген бағаным менде 10-ға қарай жылжиды. Яғни қарайық. A деген бағаным 10-ға қарай жылжыса, ол уже V болады екен. V. Қатар өзгереді ма? Иә, себеп доллар белгісі тұрған жоқ. Доллар белгісі тұрса ғана өзгеретін еді. 2. 2-ге мен мына қатарға плюс 2 деп қойғам. 2 болса, ол 4 болады. Қосылған V деген баған менде қалай өзгереді? C деген баған болып өзгереді. 1 деген қатардың номері, оған 2 қосылады, 3 болып өзгереді. Көбейтілген доллар A, доллар 1. Неге өзгермеді? Себебі доллар дейтін баға доллар тұр. Яғни ол абсолютті сілтеме. Яғни бағанның алдында доллар тұрса, ол баған өзгермейді. Қатардың алдында тұрса, значит қатар өзгермейді. Екеуінде де тұрса, вообще формула яшықтың мәні өзгермейді. Қайсы вариант? Біздегі В варианты дұрыс болды. Осы алгоритмді кез келген формула ауыстыруға қолдансақ, ұбт-да кез келген есепті шешіп тастауға болады. Окей. Реляциялық деректер қорында дұрыс жасалған сұраныс дейді. Бағана айтып кеткендей, реляциялық бұл яғни кестелермен жұмыс жасалған, бұл SQL тіліне байланысты сұрақ. SQL тілінде почти барлық сұраныс бізде select-тен басталады. Окей, select арқылы мен бағандарды таңдаймын, қандай бағандарды шығару қажет. Select, окей, барлығында бірдей. Жұлдызша all, бізде SQL-да all дейтін не жазылмайды, кілттік сөз қолданылмайды. Бұл дұрыс емес. Окей, from арқылы мен не көрсетемін? From арқылы деректер, яғни бағандар қандай кестеден алынып жатыр? From students, in students. In деген кілттік сөз ол жерде қолданылмайды. Келесі, A мен C варианттардың қандай айырмашылығы бар? Ол мынау W деген шетте. WH тен 18, WH 2 тен 18. 2 тен, ол Python'да қолданылады. Python'да салыстыру үшін қолданады. Бірақ SQL-да емес. SQL-да жалғыз тен ғана қолданады. Сондықтан A варианты менде дұрыс, C варианты менде қате. Келесі. Суреттегіде терезе шығаратын функция дейді. Бізде инфология сайтында IT-да қандай мамандық таңдайсың деген секілді берілген екен. Яғни мына жерге жазу қажет. Бір мәнді жазу керек. Software engineering, кибербезопасность деген секілді, ақпараттық қауіпсіздік дегендей. Одан кейін окейді басып, отправка жібересіз, немесе админнен басып, терезені жабуға болады. Қалай жасаймыз? Суреттегідей терезені шығаратын функция, ол бізде prompt деп аталады оқушылар. Prompt. Яғни promptта сұрақ екі кнопка болады. Яғни alert деген де бар. Бізде alert дегеніміз ол бізде мынандай да модальды терезе шығады. Бірақ ол жерде бір текст тұрады, мәлімет тұрады и бір ғана кнопка тұрады ол жерде оқушылар. Окей. Алертті қалай жаттауға болады? Алертті бір кнопка деп жаттауыңдар. Ол просто бір нәрсені біздің ойымызға салады. Promptты қалай жаттаймыз? Екі кнопка плюс енгізу деп жаттауыңдар. Енгізу. Confirm суретін сызып жақсылап көрсетейін. Confirm бізде былайынан тұрады оқушылар. Ол жерде сұрақ жазылады.
бір сұрақ тұрады, одан кейін екі ғана кнопка тұрады. Бұл жақта енгізе алмайсыңдар оқушылар. Окей десеңдер ол я дегендер, отмена десеңдер ол жоқ дегендер. Яғни сайттан нақты шығасыңдар ма дейсіңдер, окей деп бассаңдар ол шығарып жібереді да. Одан кейін отмена. Міне. Бұны қалай енгізесіңдер? Екі кнопка плюс сұрақ болды. Бұл жақта енгізу жоқ деп те жаттап алсаңдар болады. Confirm мен промпт бір-біріне ұқсас, бірақ айырмашылығы промптта енгізе аламыз. 20-шы сұрақ, компьютер конфигурациясына жататын құрылғы. Компьютер конфигурациясына жататын құрылғы бұл бізде процессор болып табылады. Себебі процессор компьютердің миы, негізгі барлық есептеулерді осы процессор арқылы жүргіземіз. 21-ші сұрақ, 21-ші сұрақ не дейді? Процессор жиі қолданатын деректерді уақытша сақтау үшін қолданылатын шағын көлемді есте сақтауға арналған жад түрі дейді. Яғни бізде процессор өзі ең көп қолдана беретін ақпараттарды бізде бір жады бар. Ол жадтың атауы бізде кэш жады. Оны өзіне сақтап алады да, сол жерден жиі қолданатындарды тез өзіне қолжетімді болу үшін осы кэш жадты қолданылады. Оның көлемі өте кішкентай негізі. Келесі, давайте жадтарды бір талдап шығайықшы. Тұрақты жадын анықтау керек екен. Бізде әрбір вариант талдап шығайық. Компьютерлік есептеулерге арналған деректерді жазу, оқу және жылдам уақытша сақтау болатын болса, бұл бізде оқушылар RAM болып табылады. Бұны біз өзгерте аламыз, бірақ уақытша компьютер өшіп қалса, бұның ішіндегі деректер де өшіп қалады. Ақпаратты арнайы құрылғымен бір рет қана RAM дегеніміз, бұл бізде жедел есте сақтау құрылғысы оқушылар. Қазақша осындай, ағылшынша Random Access Memory дейтін сөздерден шыққан. Ақпаратты арнайы құрылғымен бір рет қана жазып, кейін тек қана оқуға болады. Тек қана оқуға. Бұл бізде ROM деген жадтың түрі. Read Only Memory деп аталады. Яғни осы тұрақты жадтың атауы ағылшынша. Келесі, процессор мен жедел жады арасында деректер алмасу барысында қолданылады. Бұл бағана айтып кеткен кэш жады болып табылады. Яғни процессор жедел жадтан жиі деректерді сұрап отырмай, өзіне қажет деректерді уақытша кэш жадқа сақтайды. Осы үшін қолданылады. Бағдарламалар мен ақпараттарды тасымалдаушы құралдар арқылы ұзақ уақыт сақтауға арналған, бұл бізде HDD қатқыл диск болуы мүмкін, немесе дәл сол секілді жаңа түрі SSD болуы мүмкін. Кеттік, яғни сыртқы жадтар ғой. Стартап кезеңіне жатады дейді. Стартаптың қандай кезеңдері бар? Негізгісі бізде pre-seed, одан кейін seed, альфа тестлеу, одан кейін барып жабық бета, ашық бета тестлеу. Яғни бұл жердегі дұрысы seed деген кезең дұрыс. Келесі, екі пікірге жаңа пікір беретін, бастапқы екі пікір жалған болып табылғанда ғана жалған болатын логикалық операция. Яғни екеуі жалған болса ғана жалған болады. Қалған жағдайдың бәрінде ақиқат болады. Бұл бізде дизъюнкция оқушылар. Яғни қараңдаршы, А және В деген пікірлер бар. Екеуінің дизъюнкциясын салайық. Яғни логикалық қосу 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Яғни қараңдар, екеуі де ақиқат болса, ол ақиқат мәнді қайтады. Хотя бы біреуі ақиқат болса да, ол ақиқат мәнді қайтарады. Хотя бы біреуі ақиқат болса, ақиқат. Екеуі жалған болса ғана ол жалғанды қайтарады. Міне осы дизъюнкция. Ал конъюнкцияша, екеуі ақиқат болса ғана ақиқат мәнді қайтарады. Басқа жағдайда қайтармайды. Яғни тек 1 мен 1 болса ғана конъюнкцияда 1-ді қайтарады. Қалған жағдайдың барлығында 0-ді қайтарады. Келесі, яғни мынандай сұрақтар келіп жатады оқушыларға. Бұл физика мағай түсініксіз деген секілді ойлар болады. Бұл бізде оқушылар Арман ПВ 10-шы сынып баспасында берілген. Енді осы тақырыпты жақсылап түсіндіріп берейін. Көп оқушылар түсінбей қалып жатады. Бізде негізгі мақсаты былай ойлаңдар. Мына жерден тоқ беріледі да оқушылар. Тоқтың мақсаты былайнан жүріп барып, мына дөңгелекке қарай бару. Бірақ оның жолында екі мынандай кедергілер тұрады. Егер мынау айнымалы, яғни дөңгелек тұрса, ол ашық болса, ол тоқ өтпейді деген сөз. Жабық болса, яғни мына жерде егер былайнан көтеріліп тұратын болса, былайнан, мына шетіне былайнан тұратын болса, бұда бізде жалған, яғни 0 деген мән бары батыр дегенді білдіреді. Немесе ол былайнан тұру мүмкін. Дөңгелек тұрады, мынау бүйтіп жабылған, мына шеттен тұйықталып, дальше ары қарай кеткен болуы мүмкін. Бұл менде 1 деген мәнді білдіреді. Яғни 1 болса, ол тоқ өтеді, 0 болса, тоқ өтпейді. Мынау екеуі де жалған болып тұр. Яғни қараңдаршы, хотя бы біреуі жабылып, ақиқат мәнді беретін болса, осы жердегі біреуі хотя бы жабылып, ақиқат мәнді беріп, тоқ өтетін болса, мынаған дейін тоқ барады ғой. Себебі мына жоғарыдағымен өтуі мүмкін, төмендегімен өтуі мүмкін. Главное, мына жермен ары қарай кетеді да. Яғни бұл менде дизъюнкция оқушылар. Ол дегеніміз не? Хотя бы біреуінен тоқ өтсе, немесе екеуінен де тоқ өтсе, тоқ өтеді дегенді білдіреді. Егер екеуі де көтеріліп тұрса, екеуінен де бармайды. Хотя бы мысалға астыңғысы жабылса, немесе үстіңгісі жабылса, тоқ өтеді ғой. Бұл менде дизъюнкция. Конъюнкция дегеніміз міне сызбасы. Яғни конъюнкция дегеніміз былай ғой. А және В пікірлер бар. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, я. Енді осы жерде А және В пікірлерінің конъюнкциясы 1 мен 1-ден көбейтіндісі 1, қалған жағдайдың барлығына 0.
міне яғни қараңдаршы бұл деген сен білдіреді біреуінен өтіп біреуінен өтпей қалатын болса тоқ бармайды біреуі жабылып біреуі ашылып біреуі жабылса яғни біреуі бүйтіп түсі да тік тұр да хотя бы мына жақ көтеріліп тұрса ол тоқ бармайды ғой мына жерден тоқтап қалады ғой мына ашық тұрған шеттен так что бұл бізде конъюнкция болып табылады қалай жаттап алуға болады өте оңай тілде дизъюнкция ол бізде екі түрлі қатарда орналасады конъюнкцияның екі айнымалысы бір қатарда орналасады все осымен жаттап алдыңдар бұл бізде сәл физика бір неге ұқсап кетеді но жаттау қатты қиын емес оқушылар сендер уже 4 айдың ішінде интенсивный кураторлық қадағалаумен бақылаумен дайындалуларың келсе бізге арналған информатика және тарих яғни 5 пәндік курстарда бар төмендегі сілтемеге өтіп курсқа тіркеліп мынандай инфобокс секілді нұсқа кітап болады математика формула кітапшалар болады тіркеліп алсаңдар болады кеттік 27-ші сұрақ суретке меңзерді жақындатқанда пайда болатын код бұл бізде тайтл деп аталады бізде веб-бет бар веб-беттің ішінде қараңдар сурет енгіземіз IMG тегі арқылы сурет енгіземіз мысалға Абай Құнанбаевтың портретін енгіздім Абай жайлы сайт жасадым енді мен осыған барамын барып мышкамды апарсам тінтуірімді бүйтіп көрсетіп тұрсам астынан мынандай бір текст шығады ғой бүйтіп төрт бұрышты болып шығады да астынан Абай деп шығады тінтуірінің астынан шығады Абай деп шығады бұл текстті енгізу үшін мен тайтлды қолданамын яғни тайтл деп жазам IMG тегінің атрибут оқушылар бұл не емес тег бөлек тег болса ол арнайы тақырып болар еді бұл атрибут болса атрибуттың ішіне мен ішіне Абай деп мәнді жазып қойсам IMG тегінің ішіне бұл атрибут осыны ұмытпайық все кеттік жазба элементтер реттеліп жазылады да оның бір элементі негізгі қалғандары бағыныңқы элементтер деп есептеледі яғни бір файл бар оның бір бағыныңқы 2 файлы болуы мүмкін олардың бағыныңқы 3 файлы мүмкін 1 файлы болуы мүмкін бұл бізде иерархиялық деректер базасы деректер қоры деп аталады кесе түрінде ұйымдастырылған деректер базасы немесе деректер қоры бұл бізде реляциялық деректер базасы желілік деректер базасы деген үшінші түрі бар оны қалай жаттап алуға болады сілтемелер арқылы деп жаттайсыңдар бағыныңқы басыңқы ол иерархия сілтеме ол желілік деректер базасы кесте ол бізде реляциялық деректер базасы бізде енді оқушылар шина деген нәрсе бар шина дегеніміз жалпы бір ақпарат команданы тасымалдайды яғни тасымалдау негізгі қызметі шинаның негізгі 3 түрі бар бірінші түрін сипаттап тұр жад адресін жеткізуге арналған адресін деген жаттап алсамыз ғой жалпы шинаның бөлігі немесе енгізу шығару порты бұл бізде оқушылар адресін жеткізіп беретін адрестік шина яғни процессорға немесе басқа құрылғыларға бізде ақпараттың адресін жеткізіп береді жадтың қай жерін сақталып тұрғасын командалық шина бар яғни ол командалар бұйрықтарды тасымалдайды қос азайт өшір сақта деректер шинасы ол деректер мысалға менің телефон номерім болуы мүмкін мысалы аты жөнім болуы мүмкін кеттік массивтегі ең кіші елінкен элементті тауып оны сұрыпталмаған элементтердің бірінші тұрғанымен ауыстырады яғни бұл сұрыптау түрлері бізде негізгі 4 сұрыптау түрлері бар қараңдар оқушылар оны былайдан жаттап алыңдар ұбт-да бұл сұрақтар келеді яғни бізде көбік кірістіру таңдау жылдам дейтін 4 негізгі түрі бар көбіктің айнымалысы былайынан анықтамасы әр 2 жұп элементті салыстырады әр 2 жұп все жатталды ма көбік әр 2 жұп кірістіру ол реттелген немесе реттелмеген болып бөлінеді жатталды таңдау ең кіші немесе ең үлкенін таңдайды одан кейін жылдам ол тірек элемент болды қараңдар ең кіші ең үлкен ба ол таңдау көпіршік па ол әр 2 жұп болды осындай сөздерді теорияның ішінен тауып аласыңдар да болды кірістіруші ол реттелген немесе реттелмеген болып бөлінеді реттелмеген жылдам сұрыптау ол бізде тірек элементті анықтайды тірек элемент болды осындай кілттік сөздерді мен ұстап жаттап алсаңдар өте оңай мынау бізде алматы кітап 10 сынып кітабында берілген қатқыл дискіден басқа орталық процессордың аналық тақшаның және биос жедел жадының бейнекартаның техникалық сипаттамасын анықтайды дегеніміз ол көрсетіп береді сенің биосың осындай сенің процессорың аналық тақша моделі осындай көрсетіп береді ол жай ғана көрсетеді мысалға сенің тінтуірің Logitech оның типа 2 кнопкасы бар деген секілді анықтама айтып береді ол бізде CPU Z дейтін бағдарлама болып табылады бұл да ұбт-да сұралады және де келесі бір бағдарламаның түрі бар ол Everest
Ultimate Edition деп аталады. Ол дегенімізде аппараттық, яғни программаларын да тексереді және сенің құрылғыларын да тексереді. Солардың жұмысын, тиімділігін диагностикалап беріп, оны тестілеп, баптауға, яғни настройкасын жөндеп беруге көмектеседі. Ultimate Edition, Everest Ultimate Edition. CPU Z саған жай ғана мышка деп атаса, Ultimate Edition мышканың скорсын, яғни қаншалықты жылдам қимылдайды, соны реттеп беруі мүмкін. Бұл мысал ретінде түсіндіріп бердім. Осымен екі бағдарлама түсінікті деп ойлаймын. Программа нәтижесі дейді, бізде while арқылы тағы да бір код берілген екен. I-ды мән 0-ге тең, S мән 0-ге тең. While I кіші немесе тең 10-нан дейді. Яғни мен каждый цикл сайын I-ды мәнін, жаңа мәнін салыстырып отырамын. 0 10-нан кіші ма? 10-нан кіші болғанша циклым жұмыс жасай береді екен. S мәніне қосады, S мән и так 0 болып тұр, оған 0-ді қосады. Келесі, I-ды мән 5-ке тең ба? Жоқ, егер 5-ке тең болса, брейк орындалады. Окей, значит, циклымыз 5-ке дейін жұмыс жасайды. И әрбір итерация сайын I-ды мәнін 1-ге ұлғайтып отырады. Яғни 0 болады. Келесі итерация I-ды мәні 1 болады. 1-ге одан кейін 2 болады, 3 болады, одан кейін 4 болады. Қараңдар, 4 бізде 10-нан кіші, оны S-қа қосты. 4 бізге 5-ке тең ба? Жоқ. Сондықтан 4-ке 1-ді қосады да қанша болады? 5 болады. 5 бізде 10-нан кіші, S-қа 5-ті қосады, міне 5-ті қосады. I-ды мәні 5-ке тең болады. 5-ке тең болғандықтан брейк орындалады. Цикл нұсқаулығынан шығады да, else орындалмай, сразу print орындалады. Неге? Else қай кезде орындалады еді? Егер брейк орындалмаса, сондықтан менде else сразу print орындалады. Қандай нәтиже шығады? 3, 6, 10, 15. Значит, қайсы вариант дұрыс болады? А варианты менде дұрыс болады. Кеттік. Берілген кодта қолданылған стиль. Енді оқушылар қараңдар, мен осы жерде циклдардан келетін негізгі бір 90% сұраққа жауап тауып беремін. Осы мен просто айтқан мәліметтер жаттасаңдар жеткілікті. Бізде жалпы негізгі мынандай түрлер бар. Кіріктірілген атамұра және Арман ПВ баспаларында аталған әртүрлі оның атаулары бар. Бізде негізгі кіріктірілген бар. Оны бізде тағы да атайды жаһандық деп атайды. Немесе құжат деңгейіндегі деп атайды. Кіріктірілген, жаһандық, немесе құжат деңгейіндегі. 3 атауы бар ғой. Бір просто ненің құжат деңгейіндегі. А варианты. Осы дұрыс болады. Яғни оның қандай стиль бұл? Head деген тег бар ғой. Яғни біздің кодымыздың басында кездеседі. Соның ішінде style деген тег арқылы бізде CSS стилі берілетін болса, міне суретте көрсетіліп тұрғандай, ол менде не болады? Құжат деңгейіндегі, немесе жаһандық, немесе кіріктірілген. 3 атауы да келуі мүмкін көп жауап сұрақта. Немесе бір ғана атауы келуі мүмкін. Мына біздің тестіміздағылай. Және келесі бір стильдің түрі бар, ендірілген немесе ішкі стиль деп аталады оқушылар. Бұл менде style атрибуты арқылы. Style атрибуты. Тег емес оқушылар, атрибуттың тегтен қандай айырмашылығы бар? Тег бізде салыстыру белгілерінің ортасында жазылса, атрибут бізде мысалға P деген тег болатын болса, соның ішінде жазылады. Style дейді да, әрқай бір мәліметтері жазылады. Сыртқы немесе тағы да бір атауы, оны бізде байланысқан деп аталады оқушылар. Арман ПВ баспасына байланысқан деп келтіріледі. Атамұрада бізде сыртқы деп келтірілсе. Көрдіңдер ғой? Екі түрлі кітап, екі түрлі атау, бірақ бір мағынаны білдіреді. Бұл бізде link деген тег арқылы келеді оқушылар. Link тегі. Қалай жаттаймыз? Кіріктірілген жаһандық құжат деңгейіндегі стильді, ол head'тің ішіндегі style тегі. Ендірілген ішкі стильдерді сендер style атрибуты деп жаттайсыңдар. Тег емес, атрибут. Сыртқы байланысқан өте оңай link деп жаттап алсаңдар болды. Келесі программа нәтижесі дейді. Программа нәтижесі бұл бізде не? Бізде S1 берілген. S1-дің ішінде алма, алмұрт деген сөз берілген екен. S2-де бізде осы S1 файлынан find, яғни табу қажет, нені табу қажет, ал деген сөзді табу қажет екен. Бұны да табу қажет, Ол ең алғаш рет мына жерде кездесіп тұр ғой, find оқушылар. Бірінші рет қай жерде кездессе, соның индексін қайтарады. Мысалға, ал деген ол 0-ші және 1-ші индексі кездесіп тұр. Қайсысын береді? 1-ді береді ме, 0-ды ма? Ең алдымен әрине А деген әріп бірінші кездесіп тұр ма? Мына жердегі де А-ның индексін қайтарады. Ол қанша? 0-ге тең ба? Print S2 дегенде 0-ды қайтарып береді. С варианты дұрыс. Кеттік. Сәйкестендір. Бағандардың бірдей мәні бойынша жолдарды топтау үшін қолданылады. Қараңдар. Ол бізде бірінші варианттың дұрыс жауабы, ол group by болып табылады. Екінші вариант деректерді топтау арқылы жолдардың санын шектейді. Ол менде having болып табылады оқушылар. Ол дегеніміз қалай? Мысалға, оқушылардың аты бар, және де сыныбы бар, сынып деп қоя салайын. Мысалға, бір оқушылардың аттарын әйтеуір жаза салайыншы. А деген оқушы болуы мүмкін, Б деген оқушы болуы мүмкін, В деген оқушы болуы мүмкін, да? Олардың сыныптары болуы мүмкін. Мысалға, 6 А сыныбы, Б деген оқушының сыныбы 7 А сыныбы болуы мүмкін, В деген оқушының сыныбы 6 А сыныбы болуы мүмкін, Енді бізде group by топтастырып береді. Қалай?
6Аның оқушыларының саны бойынша топтастырып береді. Группай бізде былай топтастырады ғой. 6Ада қанша оқушы бар? 2 оқушы бар. 7Ада 2 оқушы бар деген секілді осындай кесте жасап беруге менде группай қолданылады. Міне, 2 емес, 1 оқушы ғой. Міне 1 оқушы бар. Енді осындай группай арқылы мен топтастырдым ғой бағандардың нәтижесін. Осы бағандардың нәтижесіне шарт қойып беретін ол having. Мысалға 6 қатарларының саны бірден жоғары болу керек. Мысалға 7Ада бір ғана қатар бар, 6А деген бағанның мәнінде 2 қатар бар. Яғни А және В деген 2 мәні бар. Значит, осы шығады. Осындай шарттарды қояды. Яғни жолдардың санын шарт арқылы шектейді. Топталған деректерге. Ал мынау бізде мәндерді топтау үшін қолданып береді, топтап береді группай. Сол топталған мәндерге having шарт қояды. Немесе жолдардың санын шектейді деп аталады. Міне осылай. Кеттік. JavaScript кодын қалай шешеміз? Қазір түсіндіріп беремін. Бізде JavaScript'та жалпы айнымалыларды var арқылы белгілейді. Var, міне, байқасаңдар var. result деген айнымалылар берілген екен. Тырнақшаның ішіне s деген айнымалға 20 деп жазып қойыпты. Бұл бізде тырнақша ішіне жазылса, почти барлық программалау тілінде ол мәтіндік директивті білдіреді. Егер тырнақша жазылса, ол сандық директивті білдіреді. Міне 3 бізде сан болып тұр, int директиві. Result оған тырнақшалар жазып қойған, бұл да мәтіндік директивінде ол просто директивті қосып отырады ғой өзіне. Окей. Result қосылған тен s қосу a дейді. Келесіне уже жаңа қатарға жазып түсір дегенді білдіреді. Мына br дегенді. Окей. S-ті мәні қанша болып тұр? Ол 20 болып тұр. Оған қос a-ны қос дейді. 3-ті қос дейді. 20-ға 3-ті қос дейді. Екеуінің қосыңыз қанша болады? Бұл кезде оқушылар. Сендер Python'да бізде желімдеу бар еді ғой. Яғни екі мәтін директивтерді бір-біріне қосып жүреді. Дәл сол секілді JavaScript екеуін бір-біріне қосады екен. Қайсы вариант? F вариантына 203 деген дұрыс шығады екен. Келесі s-тің мәні 20, азайтылған 3. Бұл кезде JavaScript оқушылар сандық директивінде қарастырады 20-ны. Одан кейін 20-дан 3-ті азайтып 17. Қайсы вариант дұрыс болады? D варианты шығады. Көбейту 20, көбейтілген 3. Екеуін көбейтінісі 60. Бұл V варианты. Енді түсініксіз болғанша, ағай неге азайту көбейтуді 20-ны сандық директивінде қарастырдық, неге қосуда мәтіндік директивінде қабылдадық? Себебі мәтіндерді біз қосаламызса, бірақ мәтіндерді азайтып көбейтіп бөле алмағандықтан, ондай жағдайда JavaScript амалсыздықтан оларды сандық директивіне өзі автомат түрде айналдырып береді. Сөйтіп сол операцияларды орындайды. Түсінікті? Мысалға біз мәтіндерді қосалатын едік қой, мысалға 20 қосылған, допустим, алма деген болатын болса, оның нәтижесіне біз не істейтін едік? Python'да 20 алма дегенді алатын едік. Міне осылай еді. Дәл сол секілді JavaScript осы жерде қосып кете салады, ал қалған жағдайларда оны сандық директивіне қарастырады екен. Шатастырады ма? Шатастырады. Просто абайлау керек. Сәйкестендір дейді. Readline дегеніміз не істейді? Файлда жол бойынша оқиды. Жолды оқиды. Бір жолын оқиды. Файлда жолды оқиды. А вариант дұрыс болады. Екінің жауабы read 12 дейді. Яғни read деген жалпы барлық файлды оқитын еді. Егер оның ішіне мен цифра жазатын болсам, ол қанша байт ақпаратты оқу қажет, соны білдіреді. 12 десем, 12 байт ақпаратты оқиды деген қайсы вариант дұрыс болады? D варианты менде дұрыс болады. Барлығын оқиды десе, онда бізде не болу керек? .read деп жақшаның ішіне ешнәрсе жазылмау қажет еді. Сол кезде барлығын оқитын еді. Кеттік. Бізде мынандай процессордың анықтамасы берілген. Сипаттамада 64 бит бұл не дейді? Міне қараймыз, 64 бит деп процессордың мәні жазылып қойған. Бұл процессордың оқушылар разрядтылығы дегенді білдіреді. Разрядтылық дегенімізде процессордың бір тактте өңдей алатын биттердің саны. Біздің процессорымыз бір такттың ішінде 64 бит ақпаратты өңдейді. Түсінікті. Келесі, екінші 2,9 пен 4,2 аралығындағы гигагерц. Гигагерц арқылы мен нені белгілеймін? Тактілік жиілікті белгілеймін. Екінің жауабы А. Келесі, мына жердегі 16 гигабайт RAM дегеніміз, 16 гигабайт дегеніміз, ол жедел жадының көлемі. 512 гигабайт дегеніміз SSD-дің көлемі. SSD ол HDD секілді Solid State Drive деп аталады. Яғни ол да сыртқы жад, ұзақ мерзімді сақтауға арналған. Кеттік. Сыйымдылығы 4,7 гигабайт бір рет жазуға арналған диск дейді. Бұл, яғни оқушылар қараңдар, бізде сыртқы жадтың түрі ол оптикалық диск еді. Оптикалық диск. Оптикалық дискті енді мен толық талдап берейін. Оптикалық диск жалпы өзі екі түрге бөлінеді. Көлемі бойынша оқушылар, көлемі және жазу саны бойынша.
жазу саны. Жазу саны бойынша көпшіліктерін білесіңдер деп ойлаймын. Ол бізде екі түрі бар, R және де RV. Read and write немесе тек қана оқу. Read режимде біз тек бір-ақ рет жазамыз. Мысалға бір киноның дискісі бар делік. Джеки Чанның бір киносы. Мен енгіздім, Джеки Чанның киносын қойдым, болды. Келесі адамдарға берсем, олар ішіне басқа бір Ван Дамның киносын, Брюс Лидің киносын енгізбейді, тек Джеки Чанның киносын көреді. Міне осы үшін қолданады. Read and write бұл біздің как флешка ретінде қолдану үшін арналған дискілер. Мысалға бір ақпараттарды енгіземіз, кейде өшіріп тастаймыз, оқимыз деген секілді. Бұл екі немесе одан көп рет жазып өшіре аламыз. Көлемі бойынша оқушылар екі түрге бөлінеді: CD және де DVD. DVD бізде CD-дан көлемі үлкенірек. Неге? Себебі CD-дің көлемі менде 700 мегабайт болатын болса, DVD-дің көлемі 4-7 гигабайт болып табылады оқушылар. 4-7 гигабайт. 4-7 гигабайт десе сыйымдылығы ол DVD. Бір рет қана жазуға арналған десе ол R. DVD R. Қайсы вариант дұрыс болады? А вариант дұрыс болады. Осы сұрақ былай да келуі мүмкін. Сыйымдылығы 700 мегабайт болатын екі рет жазуға арналған дискі десе, қараңдар, 700 мегабайт ол CD, екі рет жазу ол RV. Қайсы вариант? Д варианты болар еді, егер сұрақ солай келсе. Келесі, 32 биттан тұратын хабарлама дейді, хаттама дейді. 32 биттан хаттама ол бізде В вариантындағы IPv4. Яғни оның ұзындығы менде 4 байт немесе не деп атайтын едік, 32 битқа тең еді бит. Ал IPv6 бар, 6-шы версиясы, яғни ол бізде 16 байттан тұрады. 6 деп шатасып жүрмеңдер оқушылар, немесе 128 бит оқушылар, 128 бит. MAC адрес бізде ол 6 байттан тұрады. Вот, MAC адрес бізде 6 байттан немесе қанша бит? 48 биттан тұрады. Енді қараңдар оқушылар. MAC адрес пен IP-дің қандай айырмашылығы бар? IP бізде құрылғы желіге кірген кезде берілетін адрес болса, MAC адрес ол зауыттан орнатады. Мысалға, мен тінтуірмен мысалға интернетке кіретін болсам, тінтуір менде зауыттан MAC адрес орнатылады. Интернетке кірген кезде ғана IP беріледі. Бүгін рөлді тінтуір жақсы алып шығып жатыр. Барлық мысалы көмек сатыр. Кеттік, берілген суреттегі топология түрі дейді. Бұл суретте берілген иерархиялық топология. Себебі бірнеше желілік адаптерге бірнеше желілік адаптерлер бағыныңқы болып тұр. Бұл менде иерархия. Шина деген топология бар. Ол бізде компьютерлер тұрады. Компьютерлер негізгі бір кабельге жалғанған болады. Міне, ортада бір кабель өтеді, сол кабельге жалғанған болып орналасады. Жұлдыз сақинасы қалай? Бір желілік адаптер болады, оның жанында бірнеше компьютерлер осы желілік адаптерге жалғанған болады. Міне тікелей. Және осы желілік адаптер коммутатор, концентратор беріп отырады. Сақина бұл бізде компьютерлер тұрады. Компьютерлер бізде сақина құру арқылы немесе жабық шеңбер құру арқылы байланысу әдісін, геометриялық әдісін топология түрі сақина. Кеттік, есеп. 320 беттік кітапта 64 символдан тұратын 32 жол бар. Бұндай есептерде оқушылар алфавит берілмегендіктен сендерге ең маңыздысы бұл символдардың сан табы. Яғни сендерге символдардың сан табы үшін 320-ны 64-ке, оны 32-ке көбейтесіңдер. Яғни бұл символдардың саны к-ға тең. К-ның мәні қаншаға тең екен? Мен қазір калькулятормен есептеп жіберейін. 320-ны мен аламын 64-ке, оны 32-ке көбейтем. Сонда 650.360 символ болады екен. Символ. Яғни бұл жерде, оқушылар, бұл жерде не болады? Бұндай есептерде мен бір символды бір байт деп қарастыратын едім. Значит, 65655.360 не болып тұр? Бұл байт болып тұр. Бұл қанша килобайтқа тең? Оны табу үшін мен 1024-ке бөлетін едім. 1024-ке бөлсем, менде қанша шығады екен? 640 килобайт деген нәтиже шығады екен. Қайсы вариант дұрыс болды? В вариантта менде дұрыс болды. Келесі. Қаралып тасталған сілтеменің тұсы. Жалпы бізде веб-бетте негізгі 3 сілтеменің түрлері болады. Оны қолдануға да, қолданбауға да болады. Әртүрлі цветтермен көрсете кетейін. Мысалға сілтеме, көк түспен сілтемені белгілейін. Және де допустим, қара түспен белгілеуге сілтеме деп көрсетейін. Енді қараңдар оқушылар. Осы жерде мынандай жағдай орын алады. Егер мен сілтемем обычный болып тұратын болса, өзіме ол мышканы апармаймын. Ол қып-қызыл сілтеме болып тұр. Мен мышканы апарсам, ол активный, яғни мензер көрсетіп тұрған сілтеме дейді, оның түсі көкке ауысып кетуі мүмкін. Blue деп белгілеп қоямын. Одан кейін ол сілтеменің үстінен басамда мен бір сайтқа кіріп, қайтадан келсем, сілтеменің түсі қараға ауысып кетті. Неге? Себебі мен ол қаралған сілтеме.
қарап қойдым. Осыны білдіретін ол қаралған сілтеме. Яғни үш түрлі сілтеме бар. Қаралмаған, мензер көрсетіп тұрған, немесе тінтуір көрсетіп тұрған, немесе активный ссылка, иә. Үшінші түр қаралған, қаралмаған, тінтуір көрсетіп тұрған, қаралған. Все. Яғни бірінші мен қаралмаған сілтеменің түсін көрсету үшін мен нені қолданамын? Link дегенді қолданамын. Ал тінтуір көрсетіп тұрған үшін ал линкті қолданамын. Ал линктің расшифровкасы оқушылар актив линк, активная ссылка деген сөзден шығады. Яғни қаралып қойылған ол түсті мен уже ашып қойған болсам, в link viewed, яғни қаралған линк сілтеме дегеннен шығады. Яғни қаралған сілтеме деген сол қайсы вариант дұрыс болады екен? В link болады. Линк бізде қаралмаған, ал линк бізде тінтуір көрсетіп тұрған сілтеме екен. Кеттік, ақпаратты өлшеудің қандай тәсілдері? Ақпаратты өлшеудің бізде жалпы негізгі екі тәсілі бар. Ол бірінші тәсіл бізде алфавиттік тәсіл. ұбт-да осыған байланысты есептер шығарамыз, бағана шығарған едік. Және де ықтималдық тәсіл деп аталады. Ықтималдық бұл бізде ұбт-да есептер келмейді, но осындай тәсіл бар. Идентификатор бойынша селектор түрін таңда дейді. Идентификатор немесе екінші оны ID бойынша селектор түрі дейді. Ол бізде хэштег арқылы жазылады оқушылар. Және де класс бойынша селектордың түрі бар. Класс бойынша селектордың түрі бізде нүкте арқылы жазылады. Класс немесе орысша класс деп атала береді. Және де не элемент бойынша селектордың түрі бар. Элемент. Ол бізде тек қана бір тегті жазады. Мысалға H2 деген тег бар ма, сол тегтің атауын жазып қойды. Немесе тағы да екі тег жазылатын болса, P, оның ішіндегі H2 тегтарын өзгерту керек болатын болса, ол контекстік селектор деп аталады. Контекстік. Осындай негізгі 4 селектор түрі бар. Жаттап алуға кеңес беремін. Орындалу реттілігі бойынша жоғары дейді. Бұл бізде ата мұра баспасында 10-шы сыныпта осыны кесте берілген. Осы кестеге байланысты сұрақтар келіп жатады. Реттілігі міне жоғары, басымдылығы міне жоғары, орта, биік және де орта, я. Емес дегеніміз бұл бізде инверсия, және дегеніміз бұл бізде конъюнкция, немесе дегеніміз бұл бізде дизъюнкция болып табылады. Яғни жоғарыда тұрған ол бізде инверсия болса А варианты. Конъюнкцияның қандай екен? Оныкі биік. Дизъюнкцияның қандай? Оныкі бізде орта. Және де оқушылар кейде мына рим цифрларымен де сұрап жатады. Инверсия деген сол бізде бірінші типтегі, биік деген сол екінші типтегі, дизъюнкция бізде үшінші типтегі басымдылық болып табылады. Яғни бірінші біз инверсияны, одан кейін конъюнкцияны, одан кейін дизъюнкция орындаймыз. Осыны көрсетуге арналған кесте. Келесі кодтың нәтижесі 49-шы сұраққа келіппіз. Предпоследний сұрақ. Давайте. А тен информатика деген сөз берілген. Print А, яғни -2 арқылы, -2 қадаммен кодты шығару қажет екен. Бұл кодты қалай шешеміз? Бұл кодты шешу үшін оқушылар бізде былай жасаймыз. Мына информатика деген сөз берілген, я. Егер бұны индекстейтін болсақ, басынан ол 0-ші индекстен бастап индекстейтін едік. Енді біз сонынан бастап индекстеу керек. Себебі бастапқысы мән бермеген ғой, бірден баста деген секілді. Бұл кезде минус индексті ғана қойып қойса, ол -1-ші индекстен, яғни сонынан басталып есептелінеді. Кеттік, индекстеп шығайық. Минуспен К ол бізде -2-ші индекс, I ол -3, T -4, A -5, M -6, R бізде -7, O бізде -8, F -9, -10 және де I бізде -11-ші индекс екен. Егер -2 индекспен есептелетін болса, ол -1-ден бастауды алады. Келесі элементі ол -1-ден -2-ні азайтпасақ -3 болады. Одан 2-ні азайтпасақ -5, одан -7, -9, одан 2-ні азайтсақ -11. Міне осындай бізде қанша символ? 6 символды алады екен. Кеттік. -1-дің мәні А, -3-дің мәні I, -5-дің мәні қайтадан А, -7-дің мәні менде R болады екен, -9-кі F, -11-кі қайтадан I болады екен. Сонда қайсы вариант дұрыс болады? В варианты менде дұрыс болады. Кеттік. 50-ші сұрақ. Асты сызылған мәтін бізде ашымалда келеді. Бұл бізде U деген тег болып табылады. Яғни тегсін астын сызып қояды. Тегсін былайна астын сызып қояды. Бұл бізде U. Және де S бар. S бізде тегстің үстін сызып тастайды. Тегстің алады үстін сызады. Б бар. Бұл бізде қалыңдатылған мәтін немесе жирный текст деп атауға болады. Яғни былайнан жуан болып тұрады тексттарымыз. I бар. I ол бізде мысалға ол не болуы мүмкін? Курсивті жазылады. Яғни текстіміз былайнан
бір қисайып жазылған секілді бір италик форматында әдемі жазылады. Осындай бізде форматтар бар тексттарды өзгертудің. Осымен бізде оқушылар 50 сұрақ аяқталды. Тағы да естеріңде, егер 4 айда ұбт-ға интенсив курсымен дайындалғыларың келсе, информатика пәнінен, информатика, математика және немесе 5 пәннен дайындалғыларың келсе, бізде осы курс пакеттер бар. Толық ақпарат алу үшін төмендегі сілтемеден өтсеңдер жеткілікті. Сендерге оқушылар осы 50 сұрақтың барлығы талдауы түсінікті болды деген ойдамын. Бұйырса алдағы қаңтар, наурыз, нағыз ұбт-ларыңға сәттілік тілеймін. Бұйырса жоғары нәтиже жинап, осы сұрақтармен бір қайталау жасадыңдар деген ойдамын. Сендермен бүгінгі сабақты өткен Дошмет, Ілияс ағайларын осы сабақты конца көргендерінде көп рахмет айтамын. ұбт-ға сәттілік.